жастар жобасы аясында өңіріміздегі талантты, дарынды балалардың өнерлерін насихаттау мақсатында суретті жетік меңгерген Момынқұл Диананың өнерімен жақынырақ танысамыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Бейнелеу өнері дүниені көзбен көріп, түйсіну негізінде бейнелейтін пластикалық өнердің бір саласы. Бейнелеу өнеріне негізінен кескіндеме мүсін, графика жатады. Бейнелеу өнерінің белгілері архитектура, безендіру және қолданбалы өнерде көрініс табуы мүмкін. Сондықтан шартты түрде оларды да бейнелеу өнері қатарына жатқызады. Сондай-ақ театр, кино, теледидардағы безендіруді, көркем дизайнды да бейнелеу өнері ретінде таниды. Бұл өнер танымдық, құндылық және қарым-қатынастық қызметімен де ерекшеленеді. Көптеген сайыстарға қатысып, жүлделі орынға ие болған Момынқұл Диананың өнерімен жақынырақ танысатын боламыз. Сәлем Диана, қош келдің. Сурет өнеріне қалай келдің және неше жастан бастап қатыстың? Мен негізі бала кезімнен бері осы суретке қызығушылық танытқан едім, бірақ осы ресми түрде 9 жасымда бастадым. Сендер өздерінің реттерінде осы суретке икемі бар адам болып еді, өзіңнің талантың ба? Негізі анам кішкентай кезінде сурет салады, бірақ ол Кәсіби тұрғыда емес. развивайся жоқта. Қатысып жүргенде неше уақыт болды? 6 жылдай болды. Сурет өнеріне қызығушылығында қалай бастады? Алдында айтқандай, негізі бала кезімнен бері қызығушылық танытқан, бірақ кейін мен өзім суреттеріме мақтаумен жаңа сөздер ести бастадым да, және бұл мені шабыттандырды. Рахмет. Ал осы тұста халқымыздың қандай атақты суретшілерін білесің? Әбілхан Қасиевті білемін, Айша Ғалбаева, Еркін Мергенов. Негізі осы біздің халықтың емес, басқа елдердің суретшілеріне қызығамын. Өзінің қызығатын шетел осы суретшілерін айта аласың ба? Леонардо да Винчи, Ван Гог және Микеланджело. Өте тамаша. Ал қазіргі таңда сенің ұстазың кім? Сурет сабағы бойынша? Осы сұхбатқа мен қатыстырған және менімен барлық сайыстарға барып жүрген осы Баян Әкем. Ал әрбір жарысқа шыққан кезде, ол қандай жарыс болмасын, әрбір адам қобалжиып, қорқыныш сезімі болады. Осы тұрға өзіңді психологиялық тұрғыдан қалай дайындайсың? Мен негізі жарыстардың алдында қатты қобалжымаймын, сондықтан ол маған қатты қажетті емес. Мен көбінесе өзімнің күштеріме сенімді боламын. Өте тамаша, жақсы қасиет екен. Келесі өзіңнің жеткен жетістіктерін, өзің мақтан тұтатын жетістігің туралы айтып берсең. Менің жетістігім бәрі осы жерде жатыр. Бірақ ең мен қатты мақтанатын жетістігім ол осы жылы, алдыңғы жылы күзде ұтып алған республикалық конкурс. Кітапханаға жиі барасың ба? Негізі мен кітап оқуды жақсы көремін, бірақ көбінесе кітапханада емес, кітаптарды өзім сатып алып видео оқимын. Соңғы оқыған кітабың қандай? Мен соңғы оқыған кітабым Америка жазушысы Андре Асиман кітабын оқыған едім. Өмірде өзіңді кімге үлгі етесің? Менің өмірде үлгі тұтатын адам ол Вивиан Вествуд, ол британдық дизайнер. Мен саған бір арнайы логикалық сұрақтар қоямыз, сен соған дұрыс жауап беруің керек. Қалай қарайсың, ойнап көреміз бе? Екі күн қатарынан жаңбыр жауы мүмкін бе? Себебі? Себебі екі күн арасында бір түн бар. Дұрыс. Торда 12 құс отыр. Оның 11-нен басқаша ұшып кетті. Торда қанша құс қалды? 2. Тағы да ойланып көрсең. Олар тордан ұша алмайды. Дұрыс. 4 бұрыштан бір бұрышты алып, яғни қиып тастасақ, неше бұрыш қалады? 5 бұрыш. 5 бұрыш. Математикадан жақсы екенсің. Айдынын Асқардан бой ұзын, бірақ Жанаттан кіші. Кім ұзын? Жанат ұзын. Дұрыс. Термометр аяз болғасын 3 градус көрсетіп тұр. Осында 2 термометр неше градусты көрсетеді? 3 градусты. Дұрыс, өте тамаша, біліміңізге жетілгенін бір дәлелдеп түстің. Осылай бізге келіп сұхбат бергеніңе үлкен рахмет. Саған шығармашылық табыспен алға қойған мақсаттарыңа жетуді тілеймін. Дәл осылай бізде сәрсенбінің сәтті күнінде өткізілген сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Егер сіз де талантты, дарынды болсаңыз, дайректке жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.